jarattın nevbeherim gözlerim. Anşa bağlar seyir etken gülü uzarım gözlerim. Maksudum varınşa gezdim ihtiyarım gözlerim. Tenden sonra bara dur saklamazarım gözlerim. İstegen yerge yetkergen ılgır nazerim gözlerim. İstegen yerge yetkergen ılgır nazerim gözlerim. Endi senden ayrılıp ne geçer halim mene. Assalomu alaykum. Shunbay Havozi gazetasining aziz ixlosmandlari. Bugun biz redaksiyamiz jamoati bilan birgalikda Qizilo'zek avul fuqarolar jiyini To'pe avulundagi Shiyishlar ko'chasiga kelib o'tirmiz. Bu yerda o'sha atamasi aytib turganda Shiyishlar ko'chasida shiy to'qu өнері bilan shug'ullanadigan qizlarning o'sha өнерменшіліктің sirlari, shiy to'qu barisi bilan sizlar tanishtirib boramiz. O'zingiz tanishtirsangiz ham bu өнерді kimdan o'rgandingiz? Assalomu alaykum. Men Jumaniyazova Rayhon Kamalovna. Men shu yerga kelin bo'lib 2021-yil tushdim. Kelin bo'lib tushgandan keyin shu yerdagi shitdagi apalarim, qo'ng'islarim bari shunday shiymen to'qib, shunday жұмыс bilan ayналысатын ekan. Qo'ng'iz qiz-kelinchaklar. So'dan keyin men ham qo'ng'izlarimdan, apalarimdan o'rgandim naqshli shiylarni to'quvdi. Jasilgan apalarimdan. Demek kelin bo'lib qaladan shu avulga kelin bo'lib tushgansiz, ya? Ava o'zim qalaning qizi edim aldan. Сөйтіп kelin bo'lib tushdim, сөйтіп o'rgandim. Endi o'sha kunda o'sha shiy to'qib, daromad topib, o'nerment bo'lib, bunday o'quvchilarni tayyorlab, ne qilib o'tiribman. Ayliq olib o'tiribman. O'nerment birlashmasining a'zosisiz. Ava o'nermentga a'zo bo'ldim, yatita ochtirdim. Shaka tartibdagi ishlarmi? Ava, ishlarmen men. Bu o'nerda o'sha avul bu Shiyishlarning avulida. Ava, Elzapa, durustmi? Aha, bularning ko'pisining ustozi Juzumgul apa, ya? Aha. Bu Juzumgul apa ulkan ustozingiz, ya? Shu yönde de aytib bersangiz, yenengizmi? Yenemning yenesi bo'ladi ғой, оның kuyuvi bizlarning ulkan atalarimiz uch ata tushganda, bizlarning ulkan yenemiz bo'ladi-da, atni ayta olmayman, ол апаны Shitdek apa deb aytamizda. Shitdek apa deb o'tirgan сол. Үлкен енеміз сол үйретеді, білмегенлерімізді. Мынандай нақышларды да сол апа үйретті, үйренің, менен үйреніп қалың деп. Бұдан да үлкенлері бар, олар енді үйренемен. Мына bu атамасы қандай? Атамас осындай нақышлы ши ғой. Жез ши деп айтылмай ма? Яқ, шек ши деген ол басқа, бұдан үлкен болады. Оны енді құда қалса қыстың күні жекен орып, не қыламыз да тоқимыз. Әзірше мынау. Енді осы орында сіздер бұл шиді тоқуда. Мысалы, мынау қазір тоқып отырған, қыздардың тоқып отырған қандай ши? Өре ши деп айтылады. Бұл тапшанларға, демалыс орындарында қазір тапшанлар бар ғой. Соларды айландырып қояды, саябан ретінде, навеслерді айландыруға. Сондайларға пайдаланады да, бұны көп затқа пайдалана береді. Бұған бұйыртпа бар, я, қазіргі уақытта? Осы бір өре шиді тоқуыңызға қанша уақыт кетеді? Мына бір күн уақыт кетеді ғой. Бір күнде, я? Бір өзіңіз ба, я қызлар жәрдемдесіп? Қызлар жәрдемдессе, екеуін тоқуға болады. Бір адам бір күнде тоқып бітіреді, азалы кеш. Нешеге неше метр? 4 метр болады, ені 2,5 метр болады. Қар үйлерге де пайдалана ма бұны? Яқ, қар үйшіді айландыруға ана шиімсен, қар үйші. Артыңызда тұрған қар үйші? Артыңызда тұрған қар үйші болған. 6 метр болады. Мынандай екі жерінен нағыз түседі. Қазіргі уақытта ұлыма ұсы маусымында бұған бұйыртпа көп, я? Бұйыртпа бар қазір. Қар үйшіге бұйыртпа бар. Жаздың күндері мынандай айна шилерімізге, анандай нағысыл айна шилерге бұйыртпа болады да, жаздың күні 2-3 ай. Енді осы орында сұрау болады да, мына шикі заты қамыс, я? Қамыс. Бұны қаяқтан аласыз? Бұны ізекешілерден, нелерден, атызлардан орып алады ғой. Үйдегілер жәрдемдеседі бұған? Үйдегі ер адамдар орып әкеп береді. Емса сатып аламыз. Адамдар орып сататыларам бар ақшаға. Құласы бұл шикі заты табылады, я, ауылдан? А және бұның сымы бар, я? Мына жіплері бар, оларын қаяқтан аласыз? Мына затты мінеке баллоннан алады ғой, тракторлардың баллоннан алады. Мынаны баллоннан алады, я? Баллонның ішінде ешқандай анандай не емес. Не деп айтатын еді? Пакыршка не емес та, мынандай үлкен баллонлардан алады да. Бұл бекен бола ма? Бекен болады да. Ана баллонымыз.
Содан үйдегі ер адамдар сізге алып береді, иә, Ава жәрдемдеседі. алып береді, еркек адамдар алып береді, ол бос кезінде. Мына реңлі сабақларды ол базардан. Ава олар қаладан сатып аламыз, заказ етеміз, әйтеуір мүлкі шаһарға, Ташкентке. Құласы бұл кеткен қаражеті өзін ақылап сізге дарамат болып жатыр ма? Ава кеткен қаражетінен қалған пайдасы өзімізге қалады. Қожалықты бағуға дарамат болады. Ава көмек болады. Көмек болады. Қазіргі уақытта неше түрдегі, жаңа айтып отырғансыз, мына түрдегі шидің мына түрін деп солардан бір айтып берің. Айна үшін. Ава 3-4 айна ши мінекей көрсетейін. Мынау нағсыл айна шиді бір. Одан кейін мынау өре ши екінші. Мынау ава. Мынау кәдімгі аквай айна ши. Нағсыз бұл. Нағсыз. Бағасы аналарға қарағанда сәл арзанлау болады. Реңсіз. Анау не? Қари ши. 3-4 түрдегі нелер тоқып жатырмыз да. Түрлі нағыз салып тоқи береміз, көбінен көп анандай өтеді. Мынау бар одан кейін. Бұл жаңағы неге көргізбеге, үйлерге қыстырып қоюға болады, қар үйлердің үшін безеп қою үшін нағызлы бұл. Бұны үлкен көлемде де тоқисыз, мына сабақпен араластырып. Мынау нағыз кәдімгі ши құрақтың несі ме? Ава, ши құрақтың ши нағыз. Бұны тоқу қиынлық етпей ме сізге? Қиын, бұған көп уақыт кетеді. Енді мынау өзі бір 80 санты болады, оны бір 3-4 күнде боласаң да, себебі мынаған деп мінекей көрсетіп өтейін. Мынандай жекен ғой, белгілеп сызып қойып мінекей. Соған мінерге қара, мінерге сары, мінерге аспан көк сөйтіп не қыламыз да, орап алып не қылып кете береміз да. Кейінен барып мынаған тоқимыз да. Тізіп аламыз баста деп қатарластырып, кейін мынаған тоқимыз. Суретін мына қамысқа сызып аласыз, иә? Ава, белгілеп аламыз сантыма-санты. Бұған көбірек уақыт кетеді да. Бұл есап кітапты жақсы не қылады ғой, иә? Ава, есап сіз математика көзді жақсы көріп, иә, есап кітапты. Ава, есап кітаппен не қыламыз. Қандай бұл тоқу барысында адам ауыр емес пе минеті? Минеті бар енді өзіне жараса. Мынаған қамысты қыршимыз, қыршып не қыламыз да, мына қар үйшеге. Қыршып сұлулап, сол парқы бар да, ана нағсыл неге де қыршып сұлулап не қыламыз да, қыршысаң сұлу болады да, бұл жылтырап тұрады. Ана айттым ғой жаңа, аквай айнаши дегенге, бұған қыршымаймыз. Қыршымай тоқи береміз. Бағасы сәл арзанлау болады бұның. Бұның мысалы мына арзан болғанда қанша болады бұл? 40 мың, 50 мың болады сезонына қарап. Бұны қыршығанда қолдың көп күш талап етеді. Үйде හැме бірге істеу керек, иә бұны? Ава, біздер енді жаңа бикешім екеуміз істейміз. Бір күн қыршып қоямыз, бір күн тоқимыз. Шәкіртлерден жәрдем береді. Ава, шәкіртлерім көмектеседі. Оларға нағсыл шилерді үйретіп жатырмын өзім, білмейтіндерге. Нағсыл шилерді көп адамдар біле бермейді да, ауылда азғантай адамдар біледі да, көбісі қиналады нағсыл. Сол білмейтін қызларға үйретіп жатырмын шәкіртлеріме нағыспен тоқуды. Қазіргі уақытта қанша шәкіртлеріңіз бар? Қазіргі күнде 5 шәкіртім бар. Осы Қызылөзек ауыл бұқаралар жиыны аял қызлар белсендісі сипатында міне өнермен қыздың жұмысларын көріп жатырмыз. Ізіне бірнеше шәкіртлерді ерткен жұмыссыз қыздарды көріп қуанып жатырмыз. Енді қалай ойлайсыз, осындай міне өнер үйренгеннің аял қызлардың бәнділігін тәмелеудегі ахметі қандай? Әлбетте, аял қызлардың бәнділігін тәмелеуде бұл өнерменділіктің үлкен ахметі бар деп ойлаймын. Осы аймақ өткенде Төпе ауылы деп аталатын еді. Кейін көше атамалары қойылғаннан кейін бұл жерде әрбір қожалық ши тоқумен шұғылданғандығы үшін Шиші ауылы, яғни Шиші көшесі деп аталатұғын болды. Бұл Шиші көшесінде қазіргі күнде 77 қожалық жасайды, 500-ге жақын халық жасайды, соның ярымын дерлік аял қыздар құрайды. Әрбір қожалыққа барсаңыз, осындай ши тоқу станокларыменен ұшырасуыңызға болады. Әрбір шаңырақтағы аял қыз осы өнерменен шұғылданады. Бұл өнерді басылаған, һәм осылардың барлығын жас қыз келіншектерге үйретіп отырған ұстаз апамыз бар, Әлімбетова Жүзімгүл апамыз. Қазіргі күнде өзінің өнерменділік сырларын жасылайынан үйреніп, осы ауылдағы барлық қыз келіншектерге өрнек етіп үйретіп жатырды. Апамыз 2020 жылда Мұтабар ана сыйлығына еріскен. Мінекей соның ізгі шәкіртлерінен бірі бұл қызымыз Жұманиязова Райхан. Қазіргі күнде осындай өре шилерді, айна шилерді, реңлі, реңсіз шилерді, әттекі жаңа формадағы шилерді тоқып, апамыздан үлгі алып, өзінің өнерменшілік жолларын басылап жатырды.
Мінекей президентimiz тарапынан үлкен имканиятлар жаратылып жатырды. Ауылда отырса да, белгілі бір мекемеде жұмыс істемесе де, яки болмаса дипломға ие болмаса да, өздерінің өнеріменен де айлық табуға болатын имканият жаратты. Осынымен отырып, бейпұл кәсіпке қызларымызды оқытып, 30-ға толмаған жас қызларды мінекей үйретіп жатырды. Оқуға кіре алмаған, оқуға таярланып жатқан қызларымыз осы жерде шәкіртлікке түсіп, үйреніп, олар өзінің бәнділігін тәмінленіп жатыр, өнер үйреніп жатыр. Бұдан біздің әрбір қожалығымызға дарамат кіріп келеді. Бір хәпте давамында бір шаңырақ ағзаларыменен 17-8 шиді тоқып, әр базар күні базарға апарып, өздерінің қожалығына керекті қаражеттілерін жұмсап, керекті затларын алып қайтады. Бұл өнерменшіліктің не қылдыңыз? Қазір күнде Жұманиязов Арайхан жеке тәртіптегі іспілермен өнермент үйшімасына ағза, өнермент бірлеспесіне ағза, өзінің шәкіртлерін неке таярлағалығы үшін мемлекет тарапынан әр айда 2,5 миллион дарамат төленіп отыр бұл қызға, айлық төленіп отырды. Hak meni insan jarattın navbaq. Шәкіртлеріңіздің жұмысларын көрдік, осы үйге келтіріп, айнаның сыртындағы шилерді көріп жатырмыз. Жаңа өзіңіз гапыңызда айтып жатырсыз ғой, мен нағызларды салдым, шиге әр түрлі түрдегі деп не. Демек, бұл шидің әрқилы өнерменшіліктегі бір түрлері бар шығар, апуай ши. Апуай ши де болады, бұның апуай емес ши де болады. Бұрында 68 жылға дейін бұл жерде жаңағы сен айтқан не қамыстар болды. Қазір біздерде о қамыстар жоқ. Себебі біздерде ызғар болып кетті. Олар қуырақ жақсы бой жерлерге шығады. Біздерде қазір ол жойылып бара жатырды. Біздерде қазір өзімізде өсетін қамыстар, сол қамыстарды жақсылап таярлап, мысалы сонға бұның қамыстың айырмасы көп. Үй-шүйлер тоқитын болса, қырақлардан аламыз. Қырақ жерлерден аламыз. Су көп орнамаған жерлерден. Себебі үй-шүйлер көп уақытқа кетеді. Үй болғанда қар үйді қар үйді айландыратын шилер. Оларға қатты қамыстар теріп әкеп қоямыз. Сол қатты қамыстарды жақсылап қыршып, тазалап, соны мөлшерлі размерінде сойып тоқып барамыз. Енді су орнаған жердегі қамыстарымыз біздің үй-шүйге жарамайды ол. Жарамағаны оны жақсы қысып, нағысы екі жерден салып, жақсылап қысып баруымыз керек. Ол қысып баруға шыдам бере алмайды. Себебі біздер өре шилерге тоқимыз олардың, мына атызбасыларына, шертеклерге, мына рабочылар нелер алады, үйлерге жұмсауға алады, әр жерге жұмсауға алады да оны. Оларға бола береді о суда өскен қамыстар. Қырақтағы қамыстар жаңағыдай болады. Қатты болады, һәм тегіс болады ол, дүзу болады. Бекем болады һәм ол. Сондай қылып аламыз. Біздерде жаңағы сен айтқандай қатты бұрынғы жез қамыстарымыз жойылып бара жатырды. Жез қамыс болса болады, болғанменен оның да тазалағанменен оның буыны көп. Арасы ашықтай болып көрінеді. Біздің ана қамысымыздай болып қуыспайды ол. Бірақ жез қамыс жүре таяқтай болып тұрады, жыңғылдай болып тұрады. Бекем болады. Бекем болғанменен оның буыларын жонып алу қатты қиын тұрады оның. Буыны көп болады оның. Майда буылары көп болады, һәм бекем болады, оны қыршып алуымыз қиынға түседі. Оны балаларымызға өздеріміз қыршимыз, мынадай қылып қыршы, мынадай қылып істең деп қасымызға қойып, соларды істеткіземін де. Сөйтіп өзім станокқа саламын. Енді жаңағыдай қылып қар үйлерге ол бір сеніп, адамға сенімменен заказ етеді ол адам. Енді оның сеніммен заказ еткен адамның жұмысын жақсылап біткеріп бермесең, о апаны қой дейді, мына ши мынадай болыпты, маған керек емес дегендей қалады. Кейінгі шәкіртлеріңнен бір ауызға ілінбей қалады уақытында. Сондай қылып тоқың, істеген ісіңе қызығып тұратын болсын деп сондай қылып айтамын да.
Endi sonday qilib to'qib, endi mına turistlerimiz ham kelip, yaxşı qiziqib atırdı bizim jayagı elimizdegi ata babalardan burungi islep ketken tutungan zatlarına juda qiziqat da olar körödi sonday qilib. Qanday qilib islep atsız, qanday qilib to'qib atsız dep savol beredi. To'qiganımızды köredi, to'qib qo'yganlarni köredi. Rahmet apa dep rahmetini aytıp ketedi. Endi sonday qilib balalarga, qizlarga hareket edip öğretip atamiz. O qiz bala ul bala da to'quga bo'ladi. Inta gerek de azroq, inta gerek. Yerinbeu gerek bu. İnemeyen quduq qazganday buni yerinbeseng ul qamis deydi o afuayı dalada o'sib turgan qamis deydi. Sol qamisni keli qilib sonday qilib adamning ko'zini isiq qilib chiqaruv ansatqa tushmaydi. Sonra islev gerek, o'g'inib gerek, yaxshilab sonday qilib hareket etuv gerek. Sonra bärine sonday qilib tushundirib, sonday qiling. Mına istegen esingizde narize bo'lib qolmasin deb, kellerge de qizlarga da sonday qilib tushunib berib baraman. Islep atamiz. Yesigi bular. Qaridin yesigini tutadi. Anani sırtına tutadi. Keşegide netip edi, bu manadan to'qib berdi, oğan endi mına tayim bo'lmay qoldi, mınani akelu qiyin bo'ldi, suv yayıp ketdi. Söýtüp oğan mına üsü mına da qilib to'qib berdimde, ana da qilib Qazaqstanga bir aparu gerek dedi. Pütkerip berdim. Endi hazır mına oğam zakaz islep atırgan. Awa. Endi Mına nağız, bu qanday nağız apa? bu şiğurak mına. Mınalar şiğurak mineki. Şiğurak nağızlarda salıp koyupan. Şiğuraktan yakaplarına mına da qilib qıyıqça körfeşelerde isleymiz o. Awa. Sonday qilib ananı ölçem qilib mına da qilib islep bardım da mına da qilib bärin. Söýtüp islep Bu koyupan. nağız mı? Ama bular endi bular qarga tuyak terme nağızlar. Bular ham burunda her türlü nelerge ata mamalarımız isleydiğini etti buna. Soluk turatığını edi, isleydiğini edi. Körfeşelerge isleydiğini edi. So termen ağız salıp koyupan da yakaptırılga. Sonday islep Hak menin sanjarattın näwbeherim gözlerim. Anşa bağlar seyir etken gülüzarım gözlerim. Maksudum varınşa gezdim ihtiyarım gözlerim. Tenden sonra bara dur saklamazarım gözlerim. İstegen yerge yetkergen ılgır nazerim gözlerim. İstegen yerge yetkergen ılgır nazerim gözlerim. Endi senden ayrılıp ne keşar halim mene. Dıgırdaşım bent bolup atıl bolur. bir maslahat talapta qalay isleysen, qalay yerinde islep atırsan deydi. Oğan yerindeysen, ona bir yeki qamısты salgandan keyin adamga bir yoş fayda boladi. Bul yeki mana bir güldi pütkerip alsak, misal şunga yekinci güldi pütkereyin dep umsulasaң da, söýtüp durup ol wagtyň ötkenini bilmeýsen, kewniň bölünedi, anaň munaw umtup ketesen. Endi bul ham bizim den sağlygymyzga da faýdaly. Her qamыс sayın mına barıp gelip ayakka fizeratki bolady bu. Mına da fizeratki bolady, koluna fizeratki bolady, adam denesine kan aýnalymyzga bu jakşy nerse. Köbünese men özüm oturgym gelmeýdi, şama ýagdaýym alysganday bolsa usygan kelip islegim geldi. Ya burungy islep ýüründen talap ba, usygan juda ahlat etken mende. Isleg beremen de kel. Endi bugan bärine de sonday qilib aytaman da, den sağlygymyzga faýdaly. Mysal şonga böten bir zat islep üýde otursaň,
Sen uyga barıp bir çeyrek çayda tüyüp iş almaysan. Bunanı islep barıp hazır bir çeyrek çayda koydun işip iş koyasan. Avukattam жақсы kabul edeceksin. Çaydam жақсы kabul edeceksin. Organizmi hiç qanday şarşamaysan. Ava, miyingam, basingam şarşamaydı, organizmingam şarşamaydı. Bas qayta soğan uğunadı. Bundan istegen sayın basın soğan uğunadı qayta. Sonun için bunu istep barın, isteyen bunun hiç qanday nesi yok, kıyınçılığı yok dep barını sonday qilib batırma. Bizler redaksiyamiz jamoatining birga To'pi avulida Shimshilar ko'chasida Jizimgul apa Alimbekovaning boshchiligida ulkan hunermand usta Atay Istamiya shu shinchilik өнерімен tanishdik. Ата бабаларымыз өнерді үйренде жирен дегенде, осы өнері қолы гүл, қолынан не дейміз, 10 бармағы өнерлі қызларымызды, апаларымызды көріп әуесіміз келді. Демек біз ойлаймыз, бұл шиншілік өнері де еле давам етеді. Бұның шәкіртлерін көріп, бұл өнердің еле өнемейтұғындығын еле де атадан балаға өтіп давам ететұғынына бір сеніміз қамыл болды. Yaxşın eske düşürgen arduzar başım menen Elvi dağılap kettin menden har ne barım gözlerim Elvi dağılap kettin menden har ne barım gözlerim Menen elvi dağılap kettin menden har ne barım gözlerim Elvi dağılap kettin menden har ne barım gözlerim